Ассалаумағалейкум достар, сендермен мен Нурик, және де бүгінгі видеода біз миллионға жолдың екінші сериясын түсіретін боламыз. Бүгінгі видео өте қызық шықты, сондықтан видео басталмастан бұрын арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Ең алдымен біз айтқанымыздай, бұға баруға бізге такси керек болатын болады. Осындай BMW-мен баратын боламыз. 2000 years later. Ал біз келдік авторингке. Енді осы жерден запись түсірілмей қалған болатын. Яғни видеом жартысы түсіріліп, жартысы түспей қалған болатын. Сондықтан мен гилдті алған кезімде тек скринмен көрсете аламын. Осы 3-3-ке алдым. Арзанға алып кеттім, былай қарап тұрсаңдар. Спорт плюс бәрі бар. Қазір біз оған обзор жасап кететін боламыз. Бұның ішінде турбодан енді прошивка деп айтуға да болады. Спорт плюс бар, және бұл жерде фардан тек полный фар бар. И қалған подвеска мен лаунч жоқ енді. Шүкір, сонда да 3-3 лямға стоит деген ойдам. Қазір біз бұл машинаның максимум скорысын мен тексеріп салған болатын, былай жүріп көретін боламыз қазір. Бұның максимум скорысы 252 болған болатын. Елігіміз ұйқы болып тұрған кезде біз қазір осы 212.000 рубльмен казикке баратын боламыз. Енді ағырай бізге даму керек, ақша көтеру керек болады. Ал біз өзіміздің азартымызға келдік. Осы жерде талай адам қадалған болатын. Бірақ біз енді қадалмаймыз деген ойдамыз қазір. Осы жақтан бір 2-3 ляммен шықсам, өлім болайын тұр ма? Осылай секіріп кетеміз. И қазір біз бояқтан көтеріліп шығамыз. Ол енді хуй знает, былай қарап тұрсаңдар. И біз қазір сразу бірінші жолға барып ойнайтын боламыз. Біз енді сразу 200 мың теңгені тігетін боламыз енді. Ағарай күтеміз. 200 мың и тігілді. Ойын басталды. Бұл жерде дилерге тағы да опять 10, именно бірінші рисковать еткен кезде 10 бере береді дилерге, осылай. Бұл жерде картам 14 болды. И біз қазір енді өзімізге ход келген кезде взаитты басып алып көретін боламыз. Біздің санымыз 14, және біз аламыз. Бізге 2, 16 және тағы бір рет алатын боламыз. И 17. И осы жерден күтетін боламыз қазір енді. Дилер шайып көте ме, или мен қадалам ба? В общем, бізді бірінші ойыннан ақ қадап тастады. Осылайынан қазір біз сіздерге бір промокод көрсететін боламын. Бұл чатқа жазасыңдар, промо нұр ақша беріш деп. И сол кезде сендерге 500 мың теңге беретін болады. До конца соңына шейін қараңдар. Осы жерде осылай жаза бересіңдер. И сіздерге бұл ақша беретін болады. Міне мысалға беріп жатыр бізге. Уже ақшам 100 мың рубль болды. И ағарай кете береді осылай. Если ойында болсаңыздар, осы промокодты істеп көріңіздер. Қалтамызға 500 мың теңгені алып, осы жерге ойнайтын боламыз. Енді жаңағыдай 200 мың тігудің қажеті жоқ. Қалайтынын білеміз. Бұл жерде біз 150 мың теңге тігетін боламыз қазір бірінші ставкаге. Бір адам кірсін, и соны күтетін боламыз қазір. Екінші ойында да дилерге 10-дық беріп тұр. Енді менің картамда 10 екен, көреміз. Ал біз бұл жерде 18. Бұл жерде нұрға удвойтты басуға шанс келіп тұр. И көреміз. Басты. И 17. Қазір қадалып қалуымыз да мүмкін. Енді соңына шейін көретін боламыз қазір. Жағдайымыз қалай болады, ұтамыз, или қадаламыз. Бұл жерде байт достар, біз көтерген болатынбыз. Әдем ұттық. Екінші ойынға тағы да ақша тігуіміз керек қазір біз. Бұл жерде енді бір рет рисковать етіп көреміз бе, или 250 мың тіге берейік пока. Тасты лучше біз сразу 500 мың тігеміз қазір. Көтеріп алсақ 1 лям болады. И казиктен примерно кетіп тұр қой. Ханстер мажорка деген әлі тікпей отыр. Енді тікті міне. Қазір бізге тағы да 10-дық
В общем, бәріміздің жолымыз почти болып тұр деп айтуға болады. Менде 18, и күтетін боламыз қазір. Бұл жерде енді біз әрине хватитті басамыз, и ары қарай примерно бізде бұл жерде ұтып тұрық қой, дилерге 10 түсіп. Так. Хватитті басты, и ай біләш. В общем, көргендеріндей дилер бізде кәдімгідей жегізіп жүрді. В общем, бұл жерде енді барлық ақшамыз істегенбіз, и бұл жерде болған шейін күтетін боламыз енді. Ұтқан кезде әдемі шығып тұратын еді ғой. Ал бұл жерде ойын басталды, дилерге 2, бізге тұз берді достар, ебайт. Енді қазір бізге блэкджек жанса, зор кететін еді. Ну, нормально 8-дің өзі. Так, бұл жерде дилерде 2, 12 и 5 түсті, 17, в общем. И бұл жолы ұттық. И 300 мың тігіп тағы да ұттық. И осыдан кейін біз бір риск өтетін боламыз, яғни 500 мың тігіп дәл жаңағыдай ретеміз, короче. Ол кезде бірақ бірінші попиткада қадап кетті осылайынан. Может, екіншісінде ұтқызар. И тағы да бір ошибкілер болып, осы жерден мені, короче, ойыннан шығарып жүреді ғой. Ойынға кірсем, жаңағы 500 мың теңгем жоқ. И біз қазір осы 120 рублімізбен, короче, неге баратын боламыз, ГИБДД-ға. Сол жақтан біз өзіміздің гильгімізге номер аламыз, және тағы да басқа заттар істейтін боламыз. Так, біз гильгімізді шығарып алайық. И ГИБДД-ға қазір жол тартатын боламыз. Біз ГИБДД жаққа уже келіп қалдық, и мына жерден торымызды басу керек бізге. Ой, буш, в общем, соғысып қалдық, но бірақ ГИБДД-ның әліне алдына кәдімгі әдемі тоқтадық, в общем. И осы жақтан бізге номер алу керек болады. Енді нормальный платной номерлерді алам деп айта алмаймын, өйткені менде 110 мың теңге бар. И так, қазір көреміз бұл жерден. Так, қайтып кіреміз. И, в общем, Қазақстаннан ашатын боламыз қазір. Енді бұндай номерлерді алмай қойға болады. 293, бұл қате номерлер ше. Дұрыс номерлер түссе. Так, 430, бұл да дұрыс емес. И бір шығып ақшамыз қарақ бететін боламыз. Біз тең жарты ақшамыз өзі құртып тастадық, и ағарай бізге нормальный номер түссе, короче. Так, бұл жерде міне осы нормальный сияқты, 159 тұқты деген, в общем. Так, тағы алмаймыз, қазір біз оны гильдке қойып білетін боламыз. Енді басқа нормальный номерлер таппадым, уже басқалардың бәрі дұрыс емес, саны келсе әріптері келмейді деген сияқты болып тұр. Енді осы кішкене осы нормальный, но чем алдындағылардан қараған кезде. И гейлігімізде новый номер бар, короче, осындай номер қойдық. И, короче, комментке жазып кетіңдер, номер нормально, әлде 3-ші, 4-ші серияларында может басқа номер алып көретін боламыз. Енді біз осы 34 мыңға енді қалған номерлерді ашып тастайық. И біздің ақшамыз таусылуға чуть-чуть қалды, примерно 2 попиткам қалды деп ойлап отырмын. Тағы басайық, и бізде уже ақша бітті, көргендеріндей. В общем, осылайша менің миллионға жолдың 2-ші сериясы аяқталған болатын. Егер де сіздерге осы видео ұнаса, арнама тіркеліп, міндетті түрде лайк басып кетейік. 3-ші сериясын мен примерно бір 2-3 күннен кейін шығарып қалуым мүмкін. Каналда кішкене болсын актив болып жатса, если. И осылай, короче, біз 2-ші серияда көптеген заттарды істеген болатынбыз. Ал сіздермен болған мен Нурик, бәріңізге пока-пока, чао.